Еңселі боз ордасының түндігін жауып алып, ас су татпай, қара жерді бауырлай, басын бір көтермей ол ұзақ жатты. Екінші тәулікте ғана Мамай орнынан түрегелді. Сол сәтте-ақ ол болған оқиғаның мән жайын, қанша шығын болғанын, қанша адам өлгенін айтып, ескі Қырымдағы бұл кезде Абдолланың орнында отырған Гиясидин Мұхаммед ханға кісі жіберді. Бұнысы оның әрине Қырым ханынан қорыққандығынан не оған бағыныштылығынан емес еді. Ескі ғұрып бұрынғы салтты сақтаған түрі болатын. Есеп беруге ханға өзі бармай, кісі жіберуінің өзі Мамайдың хан алдында жауапкер еместігін көрсететін. Бұл хабарды ескеннен кейін ханның өзі Мамай ордасына келетінін білетін. Сол күні Мамай бүкіл әмір, ру басшыларын ордасына шақыруға бұйырды. Ал өзі тағы да ойға шомды. Тағы да қара қарғадай екі қолын арқасына қайтара ұстап, теңселе боз ордасының ішін кезді. Жалғанда құлап қалған дәреженің биігі жаман, жаныңдай жақсы көрген әйелдің күйігі жаман. Алтын орданың ұлы тағынан дәмесі мол Мамайға арманына жеткелі тұрғанда орыстардан Куликов таласында жеңілуі ұшкендей жанына қатты батты. Және бұл жеңілуден қорғана ел жұрт алдында өзінің қадірінің төмен түсіп кеткенін ғана емес, Алтын орданың да абыройына өзінің зор нұқсан келтіргенін Мамай жақсы түсінген. Ал Алтын орда ма, Ақ орда ма, Мамай ордасы ма, бөтен елдерге, әсіресе орыс қауымына бәрібір ғой. Қандай қасқыр отарын чабады, арланы ма, бөлтірігі ме, кім оны сарылап жатқан? Бұ да сондай. Тек аңшыға осы қасқырды соғып алса болғаны. Мамайдың Куликов таласында жеңілуі ол орыс еліне Алтын орданың жеңілуі. Қандай қиын істің болса да басталуы мұң. Куликов таласындағы жеңіс енді орыс елін бұдан әрі қанаттандырары сөзсіз. Осыдан бұл елдің Алтын орда үстемдігіне енді мүлдем қарсы шығуы, бағынбауы ықтимал. Онда Алтын орда қандай күйге ұшырамақ? Қарамағындағы елден таяқ жеген орда, әрине әлсіреген орда, құлауы да алыс емес орда. Мамай тағы бір орында тұра алмады. Тағы боз орданың ішінде теңселе адымдай жөнелді. Орыс еліне күшінің жетер-жетпесін әбден саралай біліп алмай, бүкіл Алтын орда абыройын бүйтіп айрандай төккені Мамайға жүрегіне біз сұққандай жанын ауырта батты. Ол өкініш, ашудан демі бітіп, бір сәт қозғала алмай тұрып қалды. Қайтадан адымдай бастады. Бұл жолы өз қамын ойлады. Ұлы Шыңғысхан үшінші баласы Жағатайдың қандай хан абыройсыз хан деген сұрағына тағынан түсіп қалған хан абыройсыз хан деп жауап берген. Мамай Данскойдан жеңіліп, ел көзінде қадірі қанша төмендегенмен де ол әлі орда әміршісі ғой. Ал билік қолында тұрған әмірші жауынан жеңілсе де, бөтен сәтсіздікке ұшыраса да, бәрібір қарамағындағы жұрттың тағдырын шешушісі ғой. Мамай да өзін солай сезінген. Сондықтан Куликов таласынан қайтқаннан бері орда қамын ойлаумен болған. Бірақ билік деген не? Қолыңа ұстаған қыран құсың. Бабын тауып сала алсаң, ол қанды көз қасқырды да, бұлаңдаған қызыл түлкіні де алады. Ал бабын таба алмасаң, тұғырында жөндеп ұстай алмасаң, құсың қанша темір тырнақты болса да ештеңе іле алмайды. Тіпті өзіңді тастап, айдалаға ұшып кетуі де ғажап емес. Билік те осындай. Оны мықтап ұстай білу керек. Мамай ақымақ әмірші емес еді. Ол осы уақытқа дейін жұртты өзіне бағындырып ұстап келсе, онысы жауын жеңе білгендігінен. Ал Куликов таласындағы айқас оның осалдығын, жұрт сенгендей күшті емес екендігін көрсетті. Тағы осындай айқаста жеңілер болса, Мамай орда билігі түгіл, жапанда жалғыз қалатынын түсінді. Сондықтан да ол қолынан ел билігін қалай жоғалтып алмайын деп жанталасты. Ал сол билікті жоғалтпаудың жалғыз ғана жолы бар еді. Ол орыс елменен қайтадан соғысып, оны жеңу. Сөйтіп, өз абыройын да бұрынғы қалпына келтіру.
Мамай осы шешімге тоқтады. Орыстармен қайтадан соғыспақ болды. Сол үшін ханға хабар берді. Қарамағындағы әмірлерге, ру басшыларына ордама жиналсын деп бұйырды. Әмірлер, ру басшылары, би, батырлар дер кезінде жиналды. Мамай бекер кісі жібермеген екен. Ескі Қырымнан Гияссиддин Мұхаммед ханның өзі де келді. Бұл жошының 5-ші баласы Сыбаннан тараған Бастемір сұлтанның кенжесі еді. Қапсағай, ұзын бойлы, Мамайдың алдынан шығар ерлігі жоқ, хан деген атқа мәз кісі. Тіркестіре тіккен еңселі қос бозорданың ішінде орданың игі жақсылары, ел басқаратын батыр, би әмірлері тегіс жиналып болған кезде уәзір нөкерлері арттарында шұбырған Мамай мен Гияссиддин хан үйге кірді. Қарсақ тымақ, күміс белбеу көшпелі елдердің би батырлары мен тұрғын жұрттардың алтын, күміс, зерлі шапанды, құндыз, түлкі бөрікті әмір даруғашылары хан мен әміршіге тік тұрып, иіліп сәлем берді. Хан мен әмірші төрдегі жібек көрпенің үстіне қатарласа отырды. Жұрт жайғасып болғаннан кейін Қырымның атақты муфтиі Шарафаддин Ишан өткен айқаста құрбан болған орда жауынгерлеріне арнап қоңырқай әдемі даусыменен Құран оқып шықты. Құранды бітіріп муфти «Әмин» деді. Үйдегілер де есіл азаматтарға тие берсін, топырақтар торқа болсын, жұмаққа кіргізсін оларды Алла тағала десіп, қойдай жамырап беттерін сипасты. Осы уақытта ордаға Мамайдың бала жастан серігі, белінде қанжары бар қарасұр өңді Қастүрік әмір кірді. «Алдияр Мамай, алып келсін бе?» деді басын иіп. «Алып келсін» деді Мамай иегін сәл көтеріп. Аздан соң 4 жігіт қол аяғы кісенделген ұзын бойлы, қара бұжыр, бір көзін шел қаптап, әппақ боп, ақшия қалған еңгезердей орысты ордаға кіргізді. Бұл Мамайдың орыс жеріндегі тыңшысы Соқыр Иван еді. Мәскеу мен Рязань жерінің Алтын Ордамен қатынас жүргізіп келген белгілі саудагері болатын. Бір жағы Мамайдың арнаулы сақ құлағы, Мәскеу Рязань жерінде не болып жатыр бәрін ордаға жеткізетін сенімді тыңшысы. Мамай бұның айтып келген хабарларын соңынан сан рет тексерттіретін, бәрі де үнемі шын болып шығатын. Сондықтан да Мәскеу князінің бар әскері осы деген сөзіне сеніп, Мамай Серпуховский мен Бабарук Волынскийдің ормандағы тұғылы тұрған 10 000 атты әскерінің барын білмей қалған. Майдан кезінде Соқыр Иванда қанша іздетсе де таба алмаған. Сөйтсе де кешікіл Мамай өзі шегініп бара жатып, орыс жеріне жігіттерін тастап кеткен. Оларға «Қайтсеңдер де маған Соқыр Иванның өзін не басын әкеп беріңдер» деген. Епті ертөлелер айлаларын асырып үйінде тығылып жатқан жерінен түнде кеп бас салып, саудагерді шынжырлап ордаға алып келген. Қазір 4 жендет қоршаған кісендеулі қара бұжыр кісі осы Соқыр Иван. Мамайдың қырағы сау көзі суық зәр атып тұтқынға қадала қалды. Ал қанталап кеткен екінші қылый көзі Соқыр Иванды алып келген жендеттерге түсіп, олардың алабөтен зәресін алды. Орда да ұлыс иесі ханның отырғанына қарамай, кісендеулі есірейді Мамай өзі тергей бастады. «Е, Соқыр Иман, орданың құрығының ұзын екенін білмейтін бедің? Бізді алдап, қайда құтылып кетемін дедің?» деді. Мамай тамағына тығыла қалған ашуды әзер басып, «Кәне сөйле!» Жендеттердің ұрғанына көнектей боп ісіп кеткен еріндерін тұтқын сәл қыбырлатып, дауысы шығар-шықпас боп жауап берді. «Не жайында?» деді ол Мамайға тұнжырай көз тастап. «Не жайында екенін білмейсің бе?» Мамай ашудан демін әзер ала тұтыға сөйледі. «Бізге неге опасыздық істедің? Мәскеу князінің атты әскерін жасырып қойған неге айтпадың?» «Айтқым келмеді». «Солай де». Мамай қасқыр көрген арландай дүрдие қалды. «Мүмкін Рязань князы Алекте сен тәрізді бізге қастық ойлап,
ұрыс болар жерге келмей қалған шығар. Алек пен Мамайдың арасындағы құпия сөзге соқыр Иванның да қатынасы бар еді. Сол себептен де орда әміршісі бұл сұрақты тұтқынға әдейі беріп отыр. Жоқ, деді соқыр Иван. Князь Алек сендерге емес, өзінің туған еліне опасыздық істеді. Оны да алдаған менмін. Мәскеу князінің әскерінің бір бөлігі кейінде қалай жасақтарыңмен Мамайға қосылуға жол шексең, солай сенің мұндағы жұртыңды, қосындарыңды шаппақ олар дедім. Соған сеніп, Алек саған қосылмай қалаларын күзетіп қалды. Өз үйін өрт алғалы тұрғанда досының жанып жатқан алтын сарайын қайтсын. Бірақ ол туған ел жұртына опасыздығын соңынан істеді. Мәскеу князі әскерлерін кейін шегіндіру үшін Тан өзеніне көпір салдырса, Алек жасақтары түнде оларды бұздырды. Неге? Мәскеу князінің арғы бетте жартылай қалған әскерін сен қайта оралып кеп шапсын деген болар. Ал сен таяқ жеген иттей құйрығыңды артыңа тығып алып. Тарт тіліңді, деді тұтқынның бас жағында тұрған бас жендет. Қолындағы қамшысымен оның басынан осып жіберді. Көп күрең боп кеткен Мамай оған ештеңе демеді. Бәсе, неге қайта оралмадым? Артыма неге бұрылып қарамадым? Басына таяқ тиген асаудай қаша жөнелдім. Қап. Ал басына қамшы тиген тұтқын тілін тартқан жоқ. Ол Мамайға өшіге қараған қалпында. Князь Алектің ойын түсінбеген өз топастығыңнан көр, деді. Князь Алек саған емес, сен оған опасыздық істедің. Ол Мәскеу князіне қолынан келер қастығын аяған жоқ. Рязань жері мен майданнан қайтып бара жатқан Мәскеу жауынгерлерін өз адамдарына тонаттырды. Қолына түскен князь баярларының ат көлігі, олжалары түгіл үстерінде киімдерін шешіп алып, өздерін жалаңаш жіберді. Мамай тұнжырай түсті. Мәскеу князі жинаған жасақтардың тарап кеткенінен хабардар Мамай осы мәжіліс ашардың алдында жеңіл әскермен өзіне опасыздық істеген Рязань князінің жерін дереу шаппақ болған. Енді Мамай ол ойынан қайтты. Бірақ жылан шаққан адам ала жіпті аттаудан қорқады. Соқыр Иванның алдауынан әбден запы болған әмірші Рязань жерін шаппасын деп, осы мені тағалдап тұрған жоқ па екен деп күдіктене қалды. Дегенмен анығына жетпей тағы Рязань жеріне тиісуді жөн көрмеді. Егер тұтқынның айтып тұрғаны рас болса, онда өзіне дос князьді қас етудің қандай қажеті бар деп ойлады Мамай. Ал тұтқын сөзін жалғай түсті. Бірақ князь Алек босқа жанталасты. Оның күні санаулы. Өзіне істеген қастығын Мәскеу князі Дмитрий Иванович ұмыта алмас. Бүгін болмаса ертең князь Алектің түбіне жетеді. Мамай тағы түсінбеді. Рязань князін құртатын ойы болса, Мәскеу князі неге әскерін таратып жіберді? Анау-мынау жеңіл қолменен Рязань князін жеңе алмайды. Бұны қалай ұғуға болады? Жарайды, деді Мамай. Князьдермен өзім есептесе жатармын, ал сен неге опасыздық істедің? Әлде төлеген алтыным аз болды ма? Аз төлеген жоқсың, бірақ сен екі нәрсені білмедің. Нені? Біріншісі дүниені, алтын тақты, тіпті бақыт-бақты да алтынға сатып алуға болады. Бірақ адамның жүрегін, жақынына өсіп өнген жеріне махаббатын сатып алуға болмайды. Сонда мен саған әбден сенді деп ойлайсың ба? Жоқ, әрине. Мен түгіл өзіңнің үзеңгілес серіктерің, Бегіш, Қарабақауыл, Қазтүрік, тіпті өзің хан көтерткен мынау қасыңда отырған Гиясидин Мұхаммед ханға да сенбейсің. Алтынға сатып алдым деп орыстың бір саудагеріне шын сенсең, сен Мамай боласың ба? Екінші қатең міне осы сенбестігіңнен туды. Есіңде бар ма? Осы болатын қырғыннан бұрын маған ордаңның маңына жиналып жатқан әскеріңнің қанша екенін, соғысқа қалай дайындалып жатқандарын неге көрсеттің? Маған сенгендігіңнен бе? Жоқ, көңіліңде арамдығы болса қорқсын, өздерін шапқалы тұрған қандай керемет күштің келе жатқанын орыс князьдеріне айта барсын деп әдейі көрсеткен жоқсың ба? Орыстардың күні бұрын зәре құтын алғың келген жоқ па едің? Әрине сөйттің. Әрине, сенің қисық қылышты құмырсқадай қаптаған атты әскеріңді алдымнан өткізгенде менің шошынғаным да, қорыққаным да рас.
Әсіресе жауды қалай шабу керек екенін елестеткен әскеріңнің ойынын өз көзіммен көргенімде орыс бұлықтары мұндай қаһарлы күшке шыдай алмас деп күмәндандым да. Бірақ Мәскеу князі Дмитрий Иванович қорыққан да, күмәнданған да жоқ. Мен оған көргенімнің бәрін айтып бардым. Ал содан ол өзіне керекті қорытынды істеді. Сен соғысты жүргізуде бұрынғы әдетіңе қандай өзгеріс кіргізсең, о да өз әскерінің соғысу тәртібін соған қарай өзгертті. Ол аз болғандай басқа да шаралар істеді. Қандай? Мен сенің әскеріңнің санын мөлшерлеп айтқам. Князь Дмитрий Иванович соған қарай бұлықтарын көбейтуге тырысты. Әрине, ол дәл сенің қосындарыңа башына баш келетін әскер жинай алған жоқ, бірақ білтелі мылтықтары бар жауынгерлерінің бір талай болғанын есепке алсаң, сан жағынан әскерін пара-пар ете алмағанмен күш-қуат, қару-жарақ жағынан саған төтеп бере алатын шеп құра алды. Соқыр Иван кенет тоқтай қалды. Ол үй іші толған адамдарды бір шолып өтті. Осының бәрін мен саған неге айтып тұрмын? Мамай әмірші, деді ол тағы Мамайға тесіле қарап. Шынын айтып, жанын арашалап алғысы келіп тұрған шығар деп ойларсың. Жоқ, олай ойлама. Мен сенің қандай кекшіл, қатыгез екеніңді білемін. Сен бәрібір мені тірі қалдырмайсың. Өзіңнің істеген қатеңнің өшін бәрібір менен аласың. Ал мен айтсам? Сен айтсаң, Мамай сәл алға қарай еңкейе түсті. Менің Мәскеу князімен байланысты екенімді екі адам білетін еді. Екеуі де кешегі қырғында сенің бұзықтарының қолынан өлді. Жауым айтқан сырымды ертең достарым да естиді. Туған ел жұртым мені қарабет санамасын деп әдейі айтып тұрмын. Мамай Соқыр Иванның сөзіне таң қалды. Сонда сенің қандай адам екеніңді қалталы иманның баласы жұртқа айтпайды деп ойлайсың ба, деді ол бірдемені аңғарғысы келгендей. Неге айтады? Айтпауға тиісті. Кенет Соқыр Иван түксие қалды. Өзің білесің, менен артық сенің қандай сенімді адамың бар екен. Ешкімің де болмайтын. Ал сөйткен адамың өзіңе қастық ойлап келгенін білсең, сен орда маңайындағы орыстардың тіпті өз шаруасымен жүрген жай саудагерлердің біреуіне де сенуді қоясың. Мүмкін бәрін де қырып тастарсың. Ал оның Донскойға қандай керегі бар? Ел басқаратын адам әрқашанда сыр сақтай білуге тиіс. Ал князь Дмитрий Ивановичтің сенен артық бір қасиеті бар. Ол әрқашанда халықтың тағдырын шешеді деген сырын сақтай біледі. Тіпті кейде қасындағы серіктеріне де айтпайды. Ол сен істеген қатені істемейді. Қандай қатені айтасың? Жаңа айттым ғой. Сен маған мақтанайын дедің бе, әлде қорқытайын дедің бе, өзіңнің әскеріңді көрсеттің. Ал князь Дмитрий Иванович сенің әскеріңнің соңына келіп тиісетін, сонау орманға тығып қойған 10 000 жауынгерін ешкімге де қасындағы ең сенімді князь Боярларға да айтпапты. Тек сол әскерлерді басқаратын князь Серпуховский мен воевода Бабарук қана білген. Сол себептен де орыс жауынгерлері арттарында сенетін күштері болмағандықтан сендермен жан аямай соғысқан. Солай соғысуға жауынгерлерін шақырып, князь Дмитрий Ивановичтің өзі де майдан ортасында болды. Сонда тоғай ішінде Мәскеу князінің 10 000 әскері тығыл тұрғанын сен де білмедің бе? Білгем жоқ. Князь Дмитрий Иванович айтқан жоқ. Егер ол айта қалса ше? Бәрібір мен сендерге ашпас едім ол сырды. Бірақ князь Дмитрий Иванович олай ойлаған жоқ. Менің сендерге қызмет істейтінімді біледі. Сондықтан айтпады. Сонда Мәскеу князі саған сенбегені ме? Сенбеді, және дұрыс сенбеді. Егер сен менен бірдемеден күмәнданып, тақымыма қыл бұрау салып қинар болсаң, аузымнан шығып кетер деп ойлаған болар. Мамай бұрынғысынан бетер түнері қалды. Қаншама қате жібергені Соқыр Иманнан өзінің де сол күдіктенгені рас еді ғой. Бұны әскерімді көрсетіп қорқытқанша күмәнім бар. Неге тақымына қыл бұрау салып, неге бар сырын айтқызбадым? Бұның Мәскеу князьдерімен шын байланысты екенін білгенімде көп нәрсе дәл бүгінгідей болмайтын еді ғой. Әттең. Мамай енді өз бармағын өз шайнап жаман қынжылды. Кенет оған тағы бір сұмырай ой келді. Дәл осы Соқыр Имандай
Рязань князі Олег де мені құр алдап жүрмесен етсін. Майданға келмей қалғанына қарағанда солай тәрізді ғой. Рас, мынау соқыр иман оны опасыз санап, ұрысқа неге шықпай қалғанын дәлелдеп тұр. Бірақ олай болған күнде, күні бүгінге дейін Мәскеу князі оны неге шаппайды? Әлде одақтасы болған соң тимей жүрме? Онда Олег князді неге жұртқа опасыз қарабет етіп қояды? Қайткен күнде Олег де ұлы князь емес пе? Әлде? Кенет Мамайдың есіне жаңа ғана Дмитрий Ивановичтің бұның адал адам, өзінің тыңшысы екенін жұртқа жария етпейтін себебі есіне түсті. Е, деді тағы Мамай ішінен. Айқас әлі біткен жоқ. Сондықтан Олегтің өз адамы екенін жұртқа білдіргісі келмей. Әлде? Алтын Орда сенер Олег секілді княздің өзіне әлі керек болары сөзсіз ғой. Я, солай тәрізді. Бірақ князь Олегті мен де білмеймін бе? Ол Мәскеу князінің бақ күндесі. Өзгеге бағынудан көрі өзгелердің өзіне бағынғанын тілейтін мансапқор жан. Ондай адамның Мәскеу княздігінің өсуін тілеп, Алтын Орданы сатуы мүмкін бе? Білмеймін. Алтын Орда бұған да керек тәрізді. Бірақ Мамайдың ойын соқыр Иван бөліп жіберді. Көп жыл сырлас болдық қой, Мамай билеуші, деді ол. Саған шыным емес, тіпті кейде өтірігімнің де жәрдемі тиген кездері болған. Сол ескі достығымыз үшін сенен бір өтінішім бар. Айт, деді ауыр ойдан арыла алмай тұрған Мамай. Мені қинамай, жендеттердің біреуі жүрегіме қанжарын сұғып бірден өлтірсін. Сөйтіңдер, деді Мамай жендеттеріне жай бірдемені айтқандай баяу үнмен. Осы кеңесте қайтадан орыс елмен соғысу мәселесі шешілді. Мамай әр әмір, ру басшылары, би, батырларға, тұрған қалалардың дәруға әмірлеріне қарамағындағы жұрттан қаншама жауынгер, ат, қару-жарақ алынатынын өз аузыменен айтып берді. Осы бұйрығын орындауды бақылайтын орданың ең басты адамдары Бегіш, Қарабақауыл, Қазтүрік тәрізді кісілерді айта келіп, кенет тоқтап қалды. Кенжанбай батыр қайда, деді ол әлде неден сескенгендей қобалжи. Қара битікші сақып тұрауы орнынан түргелді. Алдияр билеуші Мамай би, деді ол басын иіп. Осы мәжіліске Кенжанбай мен Арғынның Қарақожа батырын шақыруға жіберілген шабарман жаңа ғана келді. Екі батыр қарамағындағы елдерін алып, осыдан бір апта бұрын Тоқтамыс ханның жеріне өтіп кетіпті. Мамайдың жүрегі дір ете қалды. Бірақ сыр бермеуге тырысты. Тағы сан түрлі күмәнді ойлар. Абалай жармасқан қабаған иттердей ой, ақыл сезімдеріне жармаса кетті. Ең алдыменен Мамайдың ойына келгені Кенжабай, Алтын Қарақожа секілді қанды көйлек серіктерінің бұны бастап Алтын Орда ханының қарамағына қарай ауысуы. Мұның өзі ордасының әлсірегенін, жұрттың бұған сенімсіздене бастағанының белгісі екенін аңғарды. Сонымен бірге өзінің тағы да бір қиын затты аңғармай қалғанын түсінді. Расында да Мамай Мәскеу княздігімен соғысуға дайындалудың қамында жүріп, Алтын Ордаға жақында хан болған Тоқтамысты тіпті есінен шығарып алған. Кенжанбай мен Қарақожа тәрізді әйгілі батырлары қарамағындағы жұртымен осы Тоқтамыс билеп тұрған Алтын Орда жеріне қарай көшті дегенді естігенде, ең алдыменен өз ордасына шығыс, теріскей, шығыс жағынан қандай қауіптің туғалы тұрғанын бірден ұқты. Өйткені Ақ Ордамен бірігіп келген Алтын Орданың егер басқара білер, ұйымдастыра алар билеушісі болса, орасан үлкен күшке айналатынын ол жақсы білетін. Сөйтсе де, өз қаупы жұртқа ірткі салмасын деген Мамай бойын дереу жинап алды. Жарайды, Кенжанбай мен Қарақожа батыр опасыздық істеді деп қара жамылып күңіренбелік, деді ол. Алдаспанымызды қамсыз қайрап әнеугі аңғалдықтар күлік даласындағы біз ұшыраған сәтсіздікке мәз болып елеуреп жатқан Мәскеу княздігін шабуға мықтап дайындалалық. Әрине, дәл осы сәтте Мамай бұл барып Мәскеу княздігін емес, бұны келіп Алтын Орда қосындары шабатынын білген жоқ. Жалпы Мамайдың батырлығына, айлакерлігіне қарамай,
Алдын қырағы болжай алмайтын үлкен кемшілігі еді. Сол алдын болжай алмағандықтан өзімен теңдесіп қалған, тыныш жатқан орыс еліне барып тиісті. Сол алдын болжай алмағандығынан Тоқтамыс билей бастаған Алтын Орданың өзіне қазіргі мезгілде ең үлкен қауіп екенін